Май ауданы Малайсары ауылының тұрғыны. Малайсары ауылдық кітапхананың белсенді оқырман ретінде ерекше адамның көзқарасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыстық онлайн жобасына қатысып отырмын. Ауылымыздың қасиетті жері Кемертұз көлінің қасиеті жайлы айтқалы отырмын. Малайсары ауылының киелі Кемертұз көлі емдік қасиеті өте мол. Көл суы йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан судың денсаулыққа пайдасы медицинаға дәлелдеген. Тұзды көлдің суы мен қара балшығына қасиеттілігі ертеден бастан болған. Көне көздердің айтуынша сырқатына ем іздеген бұрын алыстан ат арбамен келіп тұрыпты. Өзіміздің ата-аналарымыз кезінде 2-3 отбасы қосылып осы Кемертұз көлінің жағасы мезгілдерінде қос балаған құрып, ошақ істеп, қонып жатып, осы көлдің балшығына ем алған. Киелі жер болықтан ақ шүберек ақша түйіп, ағашқа байлап тастап кеткен. Көлдің қара балшығы түрлі ауруларға ем. Балшықтың таптырмайтын қасиеті бар. Бел буындары ауырғандарға ыстық су кәресін қосып, оны балшықпен араластырып ауырған жерге тамып тастайтын. Жан-жарлардың қасында көп жүретін адамдар болатын. Теміртекіні біздің ата-бабаларымыз баланы жылы нәжісімен араластырып балшықты жағып емдеген. Көктемде суы молайып, жазда тазаяды. Таудың сазды қабаттар арасында шыққан күркіреуік деп аталатын бұлақтарда тұзы мен үнемі толып отырады. Тұзы сарқылмайтын. Тұзын қазып алсақ, қазып алған жер артынан молайып отырады. Кемертұз аймағында әлі жетілмеген көмір, албабы, кемиралық саз балшықтар мен дона пештері төзімді кірпіш жасайтын балшықтарға мол қоры бар. Топырағының құрамында темір бар екенін байқаған болады. Себебі топырағы күрел қызыл түсті. Көлде балық болмаса да көл шағалары мекендейтін, тіпті тұзын мол азығы ретінде пайдаланады. Тұзды су тығыздығы сонша адамдардың су бетінде қалқып жүреді. Кемертұз көлінің маңында 19-13 жылдағы қыпшақ қимақтарының қоныстаған. Оған заттай деректер дәлелденген. Тасқа қашалаған сүгіреттер. Қимақтар темір қорытудан нағыз мамандары садақтың жебесін жасауды хас шеберлері болған. Оған дәлел зираттардың түрлі жебелері табылды. Біздің ауылымызда дертке шипа қасиетті Кемертұз көлі бар. Көне тарихымыздың естеліктері бар.